Енді бүгін шында да керемет күн. Өйткені қазақ ән өнерінің ерекше тұлғасы тек қана ән өнерінде, руханиятта ғана емес, жалпы өмірде өзінің тұлғалық қасиетін қалыптастыра білген. Ол екінің бірінің қолынан келмейді. Шындықты айта білген, халықтың мұңын моқтап, жүгін жоқтай білген, тек қана әнмен емес, осы өмірде де өзінің азамат ретіндегі дәлелдеген халықтың сүйіктісі. Тоқтарды сонау шырылдаған кішкентай кезінен бастап білеміз. Өйткені Тоқтардың үні, Тоқтардың энергетикасы, жалпы сахнада өзінің болмысы, бұл ешкімге ұқсамайтын ерекше тұлға. Тоқтар ағам енді бала кезден ғой, бала кезден осы кісілерге қарап, өнерін жақсы көріп, әндерін тыңдап, бұл кісінің енді жігіттігі, бір сөздігі ағамның барлығы ұнайды ғой. Елу деген ел екен, тамашасы көп екен. Енді елу деген бұл жігіттің ағасы ғой, жігіт ағасы. Мына Тоқтар баламыз енді осыдан 35 жыл бұрын жолықты ғой маған. 40 жылға жақын болып қалды ғой мінекей. Енді Құдайға шүкір, ол балалыққа жарап, мен әкелікке жарап мінекей әдеме заманда 50-ге келіп отыр. Мен енді өзім өте қуаныштымын баламның 50-ге келіп отқаны. 50 деген ел екен, тамашасы көп екен деген әнім бар. Ертең концертте айтып беремін, Алла қаласа. Той құтты болсын. Енді Тоқтар ол жаңғы Семей облысы емес, бүткіл Қазақстанның, қазақтың баласы ғой. Қазақтың ән өнерінің қазіргі жұлдыздарының біреуі осы Тоқтар. Қазақпайым, қазақи, ауылда өсіп, атқа шауып, қой бағып, қозы бағып өскен бала ғой. Ол сахнада менің әнімді орындап тұрып 92 жылы. Оны 16-та ма? 92 жылы. Сол кезде өзі мен амандасып, менің әнімді орынды дейді. Мұны кімнің әні? Алтынбек Қоразбаевтың әні дейді маған. Олдым ол, танисың ба? Танымаймын дейді. Мен танымайшы ғой. Сөйтіп танысқанбыз. Тоқтар ағаммен мен бала күнімнен танысып, бірақ ол кісі менімен кейінірек таныс қой. Біз енді бала күннен сол тоқаңдардың әніменен сусындап өскен толқынның біріміз. Қазақтың тойы деп айтуға толық негіз бар бүгінгі тойды. Қазақ әнінің, қазақ өнерінің, қазақ өлеңінің тойы деп атауға толық негіз бар. Өйткені тоқаңның тек қана ән саласында емес, композиторлық салада да, ақындық салада да қазақтың сахнасына шығып көптеген ақындармен ентіресіп, тізгін тістесіп, үзеңгі қағысып, өнер көрсеткен азамат екенін барлығымыз жақсы білеміз. Сондықтан да қазақтың тойы құтты болсын дейміз, тоқаңның 50 жасы құтты болсын. 50 деген қалай айтсам болады? Ердің жасы ғой. Нағыз аға болып, елге ақыл айтатын жасы ғой негізі. 50 деген түк емес, 2 рет келген 25 дей ма? Тоқтар қайным енді бұл менің қайным ғой негізі. Өте қалай айтсам болады? Өнерден өзінің ойы болған орны бар. Қазақ халқының арасында өзінің абыройы бар. Сондай бір керемет әнші, қазаққа танымал, өзінің қалай айтсам болады. Енді азамат ретінде де керемет азамат. Мен өзім өте жақсы сыйлаймын, құрметтеймін. Бейбіт келінім де қандай керемет. Сондықтан енді Алла отбасына амандық берсін дегім келеді, деніне саулық берсін дегім келеді. Творчествода қашанда осылай жоғарыдан көріне берсе екен деген ниетім бар. Сол еліміз, тыныш жұртымыз аман болсын, бүгінгі туған күні құтты болсын. Балаларының, қыздарының өсіріп отқан тек жақсылығын көруді Алла нәсіп етсін.
Әрине қуаныштымыз. Бүгін осындай дүбірлі тойға шақыртып алғанымызға. Біріншіден Тоқтар ағамыздың өмір жасы ұзақ болсын. Тоқтар ағамыз бақ көтерген азамат. Осы нағыз үлгі алатын кім бар десе, Тоқтар Серіков деп кез келген қазақтың баласы ұялмай айта алады. Себебі бұл кісі сөзімен ісі сай, өз шаруасына өте мықты, мығым, өскелең жастарға үлгі болатын аға буынның бірі деп мен толық сеніммен айта аламын. Тоқтар ағамызды ес білгеннен кезден бастап жақсы білеміз, ол кісінің әндерін тыңдап өстік. Елдің жылдар бойы керегіне жарап, қазақ аспанын өзіңіздің әніңізбен тербеп жүрген құрметті қадірменді Серіков Тоқтар ағамыз бүгінгі мерейтойыңыз шын жүректен құтты болсын. Біз сізді жақсы көреміз, құрметтейміз. 2019 жыл танысып, содан бері ағамыздың ізінен еріп келе жатқан інісіміз, ағамыздың талай сау ақылын алып, осы өзіміздің керегімізге жаратып жүрген бір ізетті інісіміз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Әрқашан шағырыңызға тойға қуанышқа келуді Алла тағала нәсіп етсін. Бүгінден келіншегімен бірге келіп, ағамыздың қуанышын бөлісейік деп. Тоқтар ағамызды біз енді бала күнімізден танимыз десек болады. Өйткені көп адам ол кісіні тек әнші ретінде таныса, біз Тоқтар ағамызды айтыскер ақын ретінде танимыз. Тоқтар ағаның алғаш айтысқа шыққан кездері, сол кезде Мақсат Жұмашев сияқты ақындармен, тағы да басқа да мықты ақындармен айтысып, айтысқа жаңа мақам алып келгендеріне де куә болған едік. Сондықтан ол кісіні жан-жақты қырынан танимыз, бала кезден еліктеп, қызығып, өнеріне тәнті болып өстік, құрмет тұттық. Енді бүгін Алланың қалауымен, ағамыздың құрметімен ол кісінің тойына келуге, тойына куә болуға, кәдімгідей куә болу құрметіне ие болып жатырмыз. Біз үшін үлкен мәртебе. Ой, жақсы түсін. Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері. Басталайын деп жатыр екен. Ердің жасын
Төркүнүн таныған бір атадан туылып, бүкіл елге ұл болып, бір басына бірнеше өнер дарыған. Қатар жүзіп келеді, мойыл көз, момын көріктісімен! Сөздің атасы Ақбата, сөздің анасы Ақтілек деп, торқалы тойымыздың ең алғашқы шымылдығын осында отырған қадірменді қазыналыларымыздың Ақбатасымен ашып алсақ, біздің әулетіміздің үлкені, осы әулеттің көші жүретін болса, алдымызға салып, келісті қылып, көрікті көңілмен көрген ететін, ерекше жақсы көретін біздің Қайғылаш ағамызды қол соғып құрметтеп ортаға шақырайық, және қалың қазақтың қадірлісі болған біздің Тоқтар ағамыздың өнердегі, өмірдегі ұстазы әрі әкесі Алтынбек Қоразбаев мырзаны қол соғып қошеметтеп ортаға шақырайық. Әумин. Қуаныш қайырлы болсын, берекеміз берейлі болсын. Алла тағала не берсе де өз бейілемесін. Арнайы арқаның сәлемін арқалап, кешіміздің бетпердесіне әдемі әңгіме ағамыздарға, мына қадірлерді мәдениет қайраткері, екінің бірі негізін сыңар емес, талант иесі Серғанаға қош келдіңіз, көрдіңіз. Түйені үлкені көпірден өткен таяқ жейді деген сияқты сол таяқты мен бастап жей берейін ендеше. Ассалаумағалейкум құрметті тойшы қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Олай дейтін себебім, мынау бүгінгі той жалпы мынау Кеңбайтақ Қазақстанның даласын мекендеп жатқан күллі қазақ той деп айтсам қатесі жоқ. Мархабат, бүгінгі берекелік дастарханымыздың басын толтырсаңыздар, мәртебелі меймандарымыз болса, өз кезегімізде кешімізді жалғастырайық. Қадірменді ханымдар мен мырзалар, бүгін алқа алаштың басын қосып Рұқсат етіңіздер, қадірлі ағайын. Бүгінгі мейрамханамыздың әкімшілігіне өз өтінішімізді білдірейік, ыстық асымызды тарту етейік. Қалбаңыздар.
жеңгемізге де иығына шапан мен камзолды шапалақ ұрып жауып қояйық. Қадірменді хандар мен мырзалар, Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз айтқан екен. Өмірдің сырласу кеші бар, сүюді білмейтін адамдар, осынау өмірдің несі бар, Жанболат Жазира, дуэті, сарылағай, рахмет. Ортадан кетпейін. Құттықтар алсын. Әрқашанда тілекшіміз сіздерге. Досым. Бейбіт. Қайда? Принцесса қайда? Қошемет қайда? Принцесса қайда? Бақытты болыңыздар. Әрқашанда. Ғұмырлы болсын. Кішкентайларыңыз аман болсын. Поддержка қайда? Поддержка! Поддержка бар ма? Ондай болмайды поддержка, даже мен де шықпаймын оның үшін. Поддержка бар ма? Ал кет! Бейбіт, ортада тұра бер. Бейбіт тұра бер. Маэстро, шығар! Естілмейді! Бейбіт
Kurdaşların içindeki tavırı Cihanım kendinin geçken yakın olsun dostlarım O seherinde havalı geçsin olsun gelir dostlarım Ay 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 Mahmut Ay 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 Yazım saylan Ay 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 Mahmut saylan Ay 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 Yazım saylan Ortadan gitmeyimiz, hürmetli ağayın, ortadan gitmeyimiz, ortadan aşağı. Mene sahradan karasak, talaza şeyolara bayla baba. Kadraylı Karakat, duete. Astalanın en seviyorum bizler joldan ilk toy kutlu olsun. 13 yaşından bastap tanıyım olsa Tokan'da. Arvan Koğuz'da Almatı'da tanıştık. 13 yaşdan beri birge gele жатырмыз Allah'a şükür. Ya, toy kutlu olsun, köp tilekler айтылып жатыр. Жаман көзбен қарап қалдың ау. Неге? Сен неге уақыттан Балмыздақ кезімізден біргеміз деген сөзде қандай жамандық бар. Оның шындығы сондай, сондықтан да мінекей. Байрапамыздар астаналықтар келіп тұр деп айтып қойып қояды. Байрапамыз Астанада, Алматыда, бәр жер осының бөліп дымы жоқта. Алматыға келсеміз де Аллаға шүкір. Кешегі ойнап өскен жеріміз, Астанаға болсақ өзіміздің Астанамыз, Аллаға шүкір. Байрапамыз қасымызда, туған туысқандар, жора жолдастар, әріптестер. болсын. Бірге шырқаймыз ба? Айнұр Тұрсынбаеваның сөзіне жазылған Нұрғожа Сейітжановтың әні «Бағым сен». Тоқтар мен бейбіттің құрметіне ду-ду қошы қай қонаққа бұйырады екен, сол кісінің есімін атап ортаға шақыруға себепші болсаңыз, ішінде біз айналдырып қойдық, кез келген бір номерді алыңыз, телевизор.
Ал қадірменді ағайын назарымызды бұрайық. Ал қадірлі ардақты ағайын 410 нөмірі. Бәрекелді, көршілер шапала ұрып қоймайыңыз ба? Ой, рахмет, пәтер құтты болсын. Міне Алтынасторонның бойына, көшенің бойына қойып қойыңыз ма телевизор. Şimdi Тоқтар ағаның тойын жылы өнеге көрсетейік қалқаманда. Жігіттер сыяпат сізге жеткізіп береміз. Ал енді екінші 430 лотерея билеті. Орта! Рахмет, есіміңіз кім боламыз? Бәрекелді әпкелер. Кір жуғыш машинасы құтты болсын, Анар ханымға бұйырды. Көйлек киіп, платоғын айналдырған ағам шақырайын. Сүйінші мен әкемді таптым. Қош келіңіз. Аға есіміңіз? Аға есіміңіз? Дүйсенғали ағамызға бір сыяпат. Дүйсенғали аға, көргенімізге қуаныштымыз. Ағамның походкасының өзі би. Сіз шынайы, шын ықыласпен, қымбат көңілмен iPhone 17 телефоны қай қонаққа бұйырады екен. Егер басқа қолында 16-15 iPhone болса, орнына тастап кету керек. Шарты сондай. Әкеңіз ана жерде екші сыяпат. Енді құрметті ағайын, менің Тоқтар ағам мен Бейбіт жеңгемнің тұла бойы тоңқышы. Так, алмасаңға бере қойым. Ал құрметті ағайындар, Айра Гриль қай қонаққа бұйырды десеңіздер, номері 4. Номері 4. Бар ма? Бар! Ортаға! Биле! Аха! Шапалаққайды! Ой, рахмет. Кәне 4-ті көрейік. Бір көріп жүріңіз тексен. Ой, мен жаңылысып кеттім. Жаным көрмей қаппын ғой, 41 екен ғой. Әзілде бар. Есіміңіз? Сымбат кім боламыз? Бейбіт тәтенің келіні, яғни нағашылар. Қайын жұрттан ғой, ә? Ой, Алла. Бәсе жеңшем тап туған. Өздері бірден істеген ғой. Жақсы. Біздің Бейбіт жеңгемнің төркіндері Айра Гриль құтты болсын. Тағы қайын жұртқа кетті ау. Көрейік. 16. Номері 16. Ой, рахмет. Есіміңіз? Кім боламыз? Енді өз үшін. Міне. Маймандарға кетті ау. 16 ма? Мынау енді қатысқан кісілер, біз номерлеріңіз қайта шықпайды, сол үшін мына сыяпаттар, шоколадтар сізде бола берсін. Рахмет, құтты болсын. Біздің жігіттер жеткізіп бергіздерші сыйлықты, иә? Сіз ортада қалыңыз, келесі жеңімпаз. Ана Тоқтар баламыз менің қасымда 35 жылдай жүріпсің. Ең бірінші танысқан бір кезімді айтып кетем, басқасын ертең сахнада айтамын. Сахнада бір қара бала өлең айтып тұр. Республика сарайында, ол кезде Ленин атындағы сарай болатын. Менің әнімді айтып тұр екен. Бірақ тақырен жақындап қасына келдім, мен сыртта мені шығатын кезде келіп маған, ей бала, ассалаумағалейкум. Әлейкумассалам. Жаңағы ән кімдікі? Алтынбек Қоразбаевтікі дейді ғой.
Sen onu tanıyorsun mu? Çok tanımayayım деп сөйтші. Содан бері бір 35 жыл өтті айналайын. Енді әдемі сөздерді айтып жатсыздар ғой. Мына жақсы миссиядан бастайын, жаңа бата бердім ғой. Мына жеңге шапан кигізсін алдымен. Тоқтар, мына шапанды сен базардан бір жерден сатып алып деп ойлама. 2 жыл бұрын 75-ге келдім ғой. Сондағы 75 шапанның біреу айналайын. Ырым қып саған алып келдім. Қатыра қол соғып қоймайыз ба? Той боласын айналайын, бейбіт екеуің айналайын. Бейбіт екеуіңіз өнердің өрінде жүрсіңдер, сол жоғарыдан түспеңдер. Аман болыңдар, рахмет. Құрметті тойға жиналған қауым, бүгін мінекей бағыз өнердің тойы, Тоқтар баламыздың ердің жасы, 50-ге келген жасың құтты болсын. Бейбіт екеуің халықтың арасында өстіп, абыройға беделге бөлініп жүре беріңдер. Шығармашылық табыс дейін, отбасын бала-шағаң аман болсын. Аумин әке. Қауым, құрметті қонақтар, бүгін үлкен қуаныш, үлкен той. Құрметті Тоқтар бауырым, ердің жасы 50 жасқа толуын мен шын жүректен құттықтаймын. Енді біздің қарым-қатынасымыз бұрыннан басталған. Мен бірақ нәрсені айтайын, уақыт кетірмей. Осыдан 21 жыл бұрын Тоқтар да бейбіт те енді жүрген кездері болатын. Мен сайлауға қатысам. Анау Абай облысының 3 ауданы. Міне, сол кезде осы Тоқтар мен бейбітшілікке деген халықтың сүйіспеншілігін, халықтың құрметін көрдім. Сонда Тоқтар мен бейбіт айтқан. Осы сайлау болып, ағамыз депутат болғаннан кейін үйленем деп. Тоқтар уәдесін орындады, орындап қана қойған жоқ. Тоқтар өнегелі отбасы болды. Отбасы болып қойған жоқ. Тоқтар мен бейбіт көп балалы әке мен ана атанды. Қазақта бір жақсы сөз бар. Ер азаматтың кейде бүтін бақыты, кейде жарты бақыты әйелге байланысты дейді. Осы мына бейбіт келінімізге рахмет айтамыз. Барлық Тоқтардың ағаларының атынан туыстарының. Тоқтар бауырымызды бір жолда ешқай жаққа бұздырмай, бір жақсы жолмен әкеле жатсын. Тілегін тыңдаса қалғанымыз қосылып шығармыз деп ойлаймын. Бақырысың, еліміздің түкпір-түкпірден асыға осылай бір Алматыға жиналып қалдық. Бүкіл айтылған тілектер қабыл болсын, бастарыңыз әрдайым өрге қарай домаласын. Айтқаныңыз келсін Арман аға, және Мақсат аға, сіздің бір астанасы қасиетті Түркістаннан жалын сәлем. Құрметті Тоқа, той құтты болсын, 50 жас құтты болсын. Осылай әрқашанда жарқырап жүре беріңіз. Сізді 50 жасқа толған туған күніңізбен, мерейтойлық шығармашылық кешіңіздің өтуімен құттықтаймын. Сізді жұртшылық белгілі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер ретінде жақсы біледі. Орындаған әндеріңіз көрерменнің жүрегіне жетіп, көз айнына айналды. Сіз өнердің құдіреті арқылы қазақ халқының рухани кемелденуіне адал қызмет етудесіз. Өнерсүйер қауымда сазды әуендермен сусындатып, мәдени мұрамызды дәріптеуге зор үлес қосудасыз. Өзіңіздей бойына тектілік дарыған талантты әншілеріміз арқылы ұлттық өнеріміздің мәртебесі. Тоқтар досымда мен ойлаймын, қазақ руханиятына тек қана өнеріне емес, тіліне, дініне, болашағына, ел үшін, жер үшін жанын беруге дайын патриот азамат ретінде өзін ерекше жақсы көремін. Достыққа беріктігі, үлкенге құрметі, жастарға сеті, тәрбиелеп жүрген шәкірттердің қанатының астына алып, қыздарды алған үстіне алып жүруі Тоқтардың көркем қасиеттерінің бірі. Бірінші әрине Алланың қалауымен, екінші атаның қанымен, ананың сүтімен келген керемет жақсы мінезімен ортаға сыйымды деп ойлаймын, қазаққа құрметті деп ойлаймын. Тоқтарға енді толағай табыстар тілеймін. Бейбіт екеуі бірге қарқайсын. Ердің жасы 50-ге келіп жатыр. Енді мен 1 қаңтардан бастап берген болатынмын. Ары қарай Құдай қаласа осы айдың соңында Досымжан Таңатаров өзінің жеке есеп беру концертімен 50 еңсергендердің керемет кешін нүктесін қоймақшы. Өтірін деп қойыңызшы нүктесін қойсын. Әділ Исламхан, Тоқтар, Досымжан, жалпы мен өнердегі достарым, құрдастарым барлығы ауызбіршіліктеміз, сыйластықтамыз, арамыздан аламыз көтпеген ақтоқашты ерекше жақсы көремін, адалдығымен жақсы көремін.
деп жатырмыз ғой енді мынау елу тек қана өткен өмірінің берген есебі ғана емес, алдағы өмірінде көп биіктерді бағындыруының белгісі болсын деп тілегім келеді. Артындағы алтын асықтай ұлдары бір рулы ел болсын, алла жарылқасын. Отбасымызда үлкен мереке, үлкен той, үлкен қуаныш, көптен күткен деп айтса да болады. Бұл қазақ елінің де, қазақ өнерінің де қуанышы деп ойлаймын. Ел ағасы болып, елуге келіп жатыр. Жарым топтарға тек жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Сіздің міне қол ұстасып келе жатқанымызға да 25 жылдай болып қапты. Осы танысқан күнімізден бастап, міне ешбір ауыр болмаса бір қиын жағынан мінезін бір қылығын көрген емеспін. Ер дейтін азаматқа сай, өзінің керемет бойындағы тектілігімен, қасиеттіліктерімен сол бойымен ұстап келе жатыр. Аллаға шүкір, аман болсын, еліне қызмет ете берсін, еліне елеулі, қалаулы, керемет сүйкімді, мықты азамат болып жүре берсін, аман болсын, ең басты. Дені сау болсын, өзінің өнеріндегі қасындағы, ортасындағы жүрген достарының ортасында, аға, үлкен буындағы әпкелерінің ортасында аман есен шапқылап алдында жүре берсін. Тек амандық тілейміз, тек жақсылық тілейміз. Биіктей берсін, әлі жазар әндері өте көп, шабыты таусылмасын, әндері бітпесін. Тек жақсы күндерде баста кездесіп жүре берейік. Жүзге келсін, жүзге келген тойды жасасын. Құдай қаласа. Рахмет. Танысқан күндеріңіз есіңізде ме? Танысқан күніміз есімізде. Біз бір тойда таныстық. Ол енді өнер таныстырды ғой бізді айналып келгенде. Мен Тоқтар деген әнші бар екен, білмейді екенмін. Ол мені сыртымнан естіп бір рет сахнада көріп, сатып қалған. Содан сезімін білдірген, мен түсінбей қаппын. Бірақ кейіннен қайткенде де әйтеуір сезімін жеткізіп, 7 жыл өнерде қол ұстасып жүр, бас қосып семья міне 19 жыл болыпты, отбасы құрғанға бірге жүргенімізге 25 жыл болыпты. Тәттім-ау, тәттім-ау, өзіңді рең таптым-ау, тәттім-ау, тәттім-ау, өзіңді рең Бауырымның өмірі жаңа ғана басталады. Шығармашылық жолында болсын, адами ретінде болсын. Сондықтан мен ойлаймын, жаңа кітаптың тұсаукесері, жаңа жолдың ашылуы. Сондықтан міне бүгін қандай мүйіз қарағайдай біздің ағаларымыз еліміздің түкпір-түкпірінен жиналып өзінің ыстық лебіздерін айтып жатыр. Соның бәрі орындалады деп сенемін. Өйткені Тоқтар сияқты азаматтар бір ерекше кездесетін азаматтар. Ондай азаматтар санаулы. 20 миллион қазақ болсақ, соның 20-сы ғана Тоқтардай. Сондықтан Тоқтармен бейбіт жасасын. Arayla
Жүрегім мәңгі жаппасын, қара тордың қақпасын. Ағау, жеңше, тойларымен ғана торлансын тірліктің мынау тақтасы. Иншалла енді өздеріңізден туған ұрпақтарды ел мақтасын. Тойларыңызға торғала, бұрарымыз талай атпасын. Жаратқан ел жар болып, әулеттеріңізді Құдай тіл көзден сақтасын деген ниетті айтамыз. Ойымша ең бір құнды сыйлық дәл қазір ортаға салынайын деп тұр. Кез келген жүрегінде иман жұмырбасты пенденің ең асыл сапара қасиетті қағбаны көру шығар деп ойлаймын. Осында отырған ниет еткен әрбір дұғасына қосып жүрген мейманға бұйырса екен дейміз. Қазіргі сәт, қадірменді ханымдар мен мырзалар, көбірек бір дұға ететін тұс, сол бір сәтті жіберіп алмауға шақырам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қаншама салауаттар айтып жатыр. Мына жеріміз нұрланып жатыр. Осы бір тойдағы дұғамыздың қалуық демалдығы жоғары деп білеміз. Енді бисмилля деп оң қолыңызбен алыңыз. Умра сыйлығы қай қонаққа бұйырады екен? Міне құрметті ағай шықты. Бұл кісіні Алла тағала шақырып жатқан рас. Енді Тоқтар ағамыз арқылы шақырып тұр. Енді құрметті ағай, қай кісі болса да лайықты жан деп білем. Тоқтар ағамның себепшілігімен кіші қажылыққа жолдама алған кісінің номері 300. Есіміңіз? Кім баламыз? Жолдастары. Ардақ, кім қай кісін жұбайсыз? Еркін мырзаның үйіндегі Ардақ. Келіңіз, Еркін аға. Жеңгеміз, Еркін аға келіңіз. Алақан соғып қояйық. Ергесіндір оқыстың бір қызық әңгіме айтып берейінші, ренжімесең соған енді. Мына Еркін деген азаматпен осыдан ары кетсе бір 2 жыл бұрын таныстым, бір қызық оқиға айтып берейін. Арнай осында досым отыр, Арнай жағайда. Арнай досым Талдықорғанда үлкен бір ат жарыс жасады. Бабаларына ас беріп, сол ат жарысқа Арнай бір сәйгүлігімді алып бардым бәйгеге. Содан анау елдің көзі болды ма, әгі алып барған сәйгүлігім 6 күрк бірінші отырды, алдында қара үзіп дара шығып кетіп, тура мәреге жақындағанда құлап, мерт болды, өліп кетті. Содан Ақан Сейір атам сияқты тек жүрген ұстап қайттым. Содан атты сол жерге құсқа итке жем болып қалмасын деп жерді қазып көмдірдім де, Аллаға дұға жасап қайттым. Жарайды, шеңгемен ер жігіт аман болса мал жинайды ғой тағы да деп қайттым жүгем салып. Сонда осы жігіт алдынан шықты, қарсы алдынан шығып. Тоқтар аға, біздің жетісудың жерінен бәйге алмаса да бос қайтпа. Ертең ел Тоқтар сері келіп, аты өліп, жүген ұстап қайтты белі күлмесін. Мен қорамда бір сәйгілік тұр, соны берейін деп. Болмай мәшеме тиіп берген жігіт болады. Мен бүгін таңғап тұрмын да, Алла Субхана тағала ұлық қой, керемет, құдіретті. Сол кезде сондай жомарттық жасаған менің досыма Алла сондай сый-сияпат жасап жатыр. Мен саған айтам ғой, намазға келді. Ылғи айтам ғой. Сол сенімде мен емес Алла қалап тұр сен намазға келген. Енді маңдайыңды сәждеге тіреді, елдің амандығын сұрап сол умраға барып қайтты. Әумин. Алла ұлық. Аллаға сағынышы. Құтты болсын. Ұлы сапарға аман барып соғып айтыңыздар Құдай қаласа. Жеңшемде өзі тек хиджаб қана қалып, қалған бәрі әдемі келіп тұр умраға. Енді осы бір сәт естелікке сурет қылып алайықшы, келіңіздер. Бейбіт жеңге, жақынырақ тұрайық. Жігіттер, түсіріп алыңыздар. Бұл да бір әдемі тарихи естелік. Мархаба. Бала күнімізден бірге келатырмыз, Тоқтар екеуміз. Аман болсын, бақытты ғұмыр кешсін, бала шағасының рахатын көрсін. Кішкентайымыздан осы Алтынбек Қоразбаев көкемнің шапанына оратып өстік. Құдайға шүкір сахнада өмірімізде бәрі бірге әлі. Сондықтан мен қуаныштымын Тоқабаевтың 70 жасында осы ағайын туысқандармен бірге тойлап жатқанымыз аман болсам.
бірінші елге жұртқа ризамын. Енді осындай дәрежеден бірінші Алла ғой, Аллаға сансыз мақтаулар болсын, сан шүкірлер болсын. Екінші елдің арқасы, өз елдің алды шақырып жүргеніміз. Соның үстіне сол 50-ге келгеннен кейін бір арнайы өзімде елге бір есебімді берейін, концертпен де бір шай тамағымды бір қазақпыз ғой енді елдің ағайынның бәрін, ауылдағы азаматтардың бәрін басын қосып, бір 600-ге жуық адамға ағайын бас шай тамақ берейік деп ұйғардық. Одан да көп қой, бәрін шақыра берсең сыймайды. Бірақ осы біздің Алматының ішіндегі ең үлкен мейрамхана осы Миллениум ғана ғой деймін. Соны арнайы осы жердің азаматтарына келіп сөйлесіп едім. Осы күнде арнайы босатып бердім, маған рахмет. Күшті келген кісілердің бәрі риза отыр. Театрға келген сияқты бәрі. Рахмет. Енді ертең концертім. Шын айтсам шаршап қалмау керек. Маған ертең Құдай қаласа концертке дайындаламын. Концерт тірідей жанды дауыспен айтамыз. Қаншама бастан аяқ тұрам. Бір өзім сол өзімнің бар бейбітпен айтқаным бар, шәкірттермен айтқаным бар, ұстазыммен, достарыммен, мейрамбектермен орындаймын. 24-25 ән орындайды екен. Оңай емес енді. Шаршай. Ердің жасы 50, Құдай қаласа осы жастың тағы да бір-екеуін. Әрине, Алла берсе қарсы емеспін. Алланың қолында. Айдау, қанша жас жасасақ та, бірінші өзіңнің әулетіңе сыйлы болу, екінші өзіңнің бала-шағаңа, жарыңа сыйлы болу, үшінші бұл енді жасыратын жоқ, мына халыққа сыйлы болу менің міндетім. Шама жетсе, әр жастың өзінің қадір қасиеті бар. Енді 50-ден кейін жүгі ауырлай түседі, жасыратын жоқ. 50-ге дейін ойнап күлдік, жігіт болдық, қалжыңмен айта салдық бәрін. Енді ойланып сөйлеп, артымызға қарап, алдымызға қарап, жан-жағымызға қарап сөйлейміз енді.